жеңісі қазақ халқының басынан кешірген өте ауыр қиын кезеңдерінің бірі. Бұл жеңіс бізге өте қиын жолмен келді. Батырларымыздың қанымен, жанымен келген жеңісті барлығымыз ардақтай білейік. Біз қазір осындай тәуелсіз, бейбіт өмірде өмір сүріп жатқанымыз батырларымыздың арқасында. Сондай-ақ менің атам Дүйсенов Айқынбай Сталинград шайқасына қатысып, өзінің ерен еңбегімен көзге түсе білген. Және де Қызыл орденмен марапатталған. Және менің нағашы атам Медетов Әбіл. Ол Беларусь шайқасына қатысып, өте көптеген жарақаттар алып, ел үшін, ер үшін аянбай еңбек етті. Өзінің өкпесінде қалған, өкпесіне жақын жердегі тиген оғы өмірінің соңына дейін таңба болып қалды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болайық. Батырларымыздың қанымен, жанымен келген жеңісті ешқашанда ұмытпайық, болашаққа жеткізе білейік.